Құрметті ата-аналар, құрметті әкелер, бүгінгі баланы ерте жастан кәсіпке баулу бағдарламасы бойынша зергер әке еңбекқор бала атты әкелер сайысын бастаймыз. Осы әкелер сайысына біздің Сейпішев Қайсар баласы Амангелді Мұхаммед пен Амангелді Әбубәкірді ортаға шақырамыз. Бұл сайысымыз 4 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ер тұрман сыры, екінші кезең шебер әке көмекші бала деп аталады, үшінші кезең ептер қолдар, яғни әкелген макеттен әшекейлесе, одан кейін төртінші кезең шеберлік жұмысы, халық қазынасы, яғни әкелген бала өзінің әкелген жұмысын қорғайтын болады. Қазақ болғаннан кейін баланы 3 жастан осы атқа баулайтын қазақтың бірі менмін. Сондықтан мен осы екі балапанымды мінекей арнайы осы сіздердің көздеріңізше ер тұрманды көрсеткім келіп тұр. Мынау алдыңғы қас дейді біздің. Мынау артқы қас мінекей. Артқы қас дейді. Екі балапанымды арындап көкпаршы болсын деген ниетпен қазақтың осы көкпар ерін дайындап осы балаларға мінекей өздеріне жеке еншілікке беріп жатырмын. Терлік, мынау тоқым. Одан кейін біз одан кейін біз ер тоқым саламыз, иә? Бұл ер тоқымның екі жанында әкелерің аңға шыққан кезде не болады? Қанжыға бау болады, иә? Мінекей қанжығасы болады. Ердің өзі көптеген түрге бөлінеді. Найман ері, қазақы ер дейді, құран ер деген сияқты шаруа ер деген күнделікті пайдаланатын тартпа. Төртінші кезең шеберлік жұмысы, халық қазынасы деп аталады, яғни әке мен әкелері өздерінің ұлдарына үйден жасап келген жұмыстарын балаларға таныстыру керек. Біз мінекей Мұхаммед, Әбубәкір бірігіп отырып жасаған мінекей біздің қамшы. Бұл 8 таспаға өрілді. 4 қырлы мінекей қамшының алақаны, көзі әдемілеп салған әшекейленіп толығы сапты. Ер азаматқа лайықты темір белдік, өз қолмен шыққан күміс белдік. Бұл ер азаматтың белінде жүреді, өз-өзіне сенімді азаматтар тағады. Қазақта құм айтарына құрметтеген соған мінекей өзіміздің тазымызға әшекейлеп күміс қарға бауын жасаған болатын тұғын мінекей. Кездік дейді. Кездік дегеніміз мінекей қазіргі тілмен айтқанда пышақ. Қарасаңыздар мінекей. Осы және өзіміздің жүйрік аттарымызға қазақта ер азамат атқа мінгеннен кейін жүргені әсем болу керек. Ол ғана әшейін сөзбен айтылмай, соны шынайы түрде тағып жүру керек. Соның бір дәлелі ретінде мінекей осы біздің комплектті жасаған бұйымымыздың бірі мінекей аламан аттың мінекей бәйгі жүгені. Қарасаңыздар. Бұл да күміспен көмкеріліп жасалған осындай керемет туындының бірі. Осыған мінекей қамшымызды қосамыз, сонда бұл біздің қазақтың серлерінің өзінің қажетті осы лайықты бұйымдарының бірі деп білесіздер. Өте жақсы. Бүгінгі кезеңіміз өз мәресіне жетті. Келіп өнер көрсеткендерге көп алғыс айтамыз. Рахмет. Бүгінгі сайысымыз өз мәресіне жетті. Енді сайыс болғаннан кейін оның марапаты болады. Келіп қатысқандарыңызға мыңда бір алғысымыз шексіз. Балауса бөбек жайының ұжымының атынан зергер әке еңбекқор бала байқау сайысына қатысып, зергер әке еңбекқор бала номинациясын иеленген Сейпішев Қайсар және Мұхаммед пен Әбубәкір марапатталады. Ал ала қойыңдар.